Мұса пайғамбар, өздеріңіз білесіздер, Мысырда өмір сүріп жүрген кезде бір екі адам бір-бірімен жаға жыртысып төбелесіп қалады. Мұса пайғамбардың қауымынан болған жігіт көмек сұрайды Мұсадан. Мұса көмектесем деп жүріп жаңағы адамды қарсыласын ұрып қойып өлтіріп жібереді. Өліп қалғаннан кейін патша бұл кісіні ұстауға әмір беріп, дарғасамыз дейді, өлтіреміз дейді. Сол кезде Мұса пайғамбар қашуға мәжбүр болады. Қашатта белгілі бір өзенге келген кезде сол өзенде екі қыз баланы кездестіреді. Екі қыз бала малдарын суғара алмай тұрады. Сөйтіп Мұса пайғамбар екі қыздың малдарын алып суғарып береді. Қыздар малдарын алдарына салып ауылдарына қайтып кетеді. Мұса пайғамбар бір көлеңкеге отырады, дұға жасайды ғой. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин фақир. Я Раббым Алла, жақсылығыңнан маған не берейін деп тұрсаң да мен оған өте қатты мұқтаж болып отырмын дейді. Қандай жақсылық болса да, қандай ризық болсын, маған берші. Мен нақ қазір Робби инни мағлубун фантасир дейді Нұх пайғамбар. Раббым, мен жеңілдім дейді, мен біттім дейді, тығырыққа тірелдім, көмектесші дейді. Осындай көмек сұрап отыр ғой енді. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин фақир деген дұғаның артынан Алла тағала мынандай бір жақсылықтарды бірден берді дейді. Дұғасын бірден қабыл етті дейді. Шұғайб пайғамбардың қыздары екен жаңағы екеуі. Шұғайб пайғамбардың екі қызы екен сол. Екеуі де бойдағы екен. Барғаннан айтқан ғой, я әкетай, бір жақсы бір жігіт кездестірдік, біздің малымызды суғарып берді. Бізге ешқандай опасыздық жасамады. Және де бізге өте адал көмек берді. Күші, қуаты, мықты, сондай денелі адам екен деп суреттеп келеді. Шұғайб пайғамбар қызын жібереді, бір қызын шақырып келеді. Айтады, сен менің малыма және де қыздарыма жасаған ілтипатың үшін рахмет айтайын, саған дастархан жайып тамақ берейін деп шақырдым дейді. Ана жерде қарны ашты, бірден ризық несібе келді. Қарнын тойдырып алды, суын ішіп алды деген сияқты, шайын ішті деген сияқты. Ризық па? Ризық. Онымен тоқтамайды Алланың берегені. Мына екі қызымның екеуі де бойдақ дейді. Екеуінің біреуін некелеп ала ғой дейді. Әйел салихалы жар. Пайғамбар айтады, бұл өмірде берілетін ең үлкен ризық бұл салихалы жар дейді. Салихалы жарға қарасаң жүрегің тыныштық табады дейді. Онымен бірге болған кезде қандай қиындық болсын, сен үшін бұл қиындық өте оңай болады дейді. Салихалы жар деген иманды әйел бұл. Еркек адамға берілетін үй, мәшіне оның бәрі келеді. Бірақ салихалы жар екінің біріне беріле бермейді. Барлықтарыңызға салихалы жар нәсіп етсін иншалла. Екінші нығметі бірден жаңағы дұғадан кейін салихалы жар беріп жіберді, бойдақ қой. Мен сені жұмысшы қылып, жұмысқа алғым келіп тұр. Жұмыс істейсің бе дейді. Бір 8 жыл, 10 жыл деп келеді, 10 жыл жұмыс істеп берші дейді. 10 жылға кәсіп тауып береді ғой. Ризық, яғни жұмыс жасайды, жұмыстан кейін оған не береді? Ақша береді да. Ақшасы да мәселесі шешіліп жібереді. Одан кейін барып оған не береді? Баспана береді ғой. Үй береді. Осы үйде тұрасың дейді. Сонда Мұса пайғамбарға тамақ берді, баспана берді, амандық қылып оған қорған берді жанында, оған ақша берді, жұмыс арқылы оған іздемей-ақ салихалы жарды берді да, іздегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген сияқты, оны да беріп жіберді. Бұл дұғаны жасап жүру керек. Бұл дұға ризық несібені көбейтетін дұға.